10 мың теңгеңді қалай бір айда миллион қылуға болады? Ақша не екенін білесің ба? Жауабы өте қарапайым. Сен 10 мың теңгемен кіресің, кейін өзің секілді 10 мың теңгесі бар тағы 2 досыңды тартасың. Олар тағы 3 адамды шақырады, солай тағы 5-еуін. Сөйтіп көп адам келеді. 10 мың теңгең 1000%-ке өсіп 100 мың болады. Былай қарасаң, сен дым істемедің, тек 10 мың ғана ақша салдың. Бірақ розовый очкиді шешекші. Сенің табысың артқан сайын одан да көп ақша салғың келеді. Алған 100 мың теңгеңді қайта саласың, 1 миллион болады. Оны қайтып саласың, сөйтіп күндердің бір күнде пирамида құлайды. Сіз қалай алданып қалдыңыз? Толығырақ талдайық. Пирамида тек ақшалай деп ойладың ба? Біреулер пирамиданы витамин немесе өзге де тауарлар арқылы жүзеге асыруы мүмкін. Енді біреулер саяхатқа тур сату арқылы пирамида құрады. Немесе шетелдік компанияға инвестиция салуға шақыратын пирамидалар да бар. Пирамидалар сан түрлі болғанымен, олардың жұмыс істеу принципі біреу. Жаңа қосылған адамдар ақша салады, сен содан пайда табасың. Пирамиданың қызметі бизнес емес, барынша жарнама жасап, жаңа қатысушыларды тарту. Сондықтан да негізінен пирамиданың басында тұрғандар, яғни ұйымдастырушы мен алғашқы салымшылар ғана пайда көреді. Ал енді пирамида екенін қайдан білеміз? Біріншіден, қатысушылардан бастапқы жарна талап етеді. Екіншіден, нарықтан айтарлықтай жоғары табысқа кенелуге уәде береді. Үшіншіден, агрессив жарнама жасайды, әсіресе әлеуметтік желіде. Төртіншіден, жаңа салымшыларды тартқандарға бонус ұсынады. Бесіншіден, компанияның қызмет және қаржылық жағдай туралы ашық ақпарат болмайды. Мұндай ұсыныстар түссе, өзіңізге кішігірім мынандай сұрақтар қоюға болады. Маған кім және ненің есебінен төлейді? Қандай тауар немесе қызмет табыс әкеледі? Ақшамды қалай шығарып ала аламын? Белгілі бір шектеулер, қосымша шарттар бар ма? Компанияның заңды қызмет ететінін растайтын қандай құжат бар? Мемлекеттік тіркеуден өткен бе, әлде қаржы таратуға лицензиясы бар ма? 1997 жылы Албанияда қаржы пирамидасы желісі құлап, мұның соңы тәртіпсіздікке ұласып, сәл болмағанда азамат соғысты тұтана жаздады. Америкалық инвестор Бернард Медофтың пирамидасы тарихтағы ең ірі пирамиданың бірі. Керегінде 4 адам өзіне қол салып, 3 инвестор және оның ішінде Медофтың ұлы да бар. Когда пирамида Берни Медофа была разрушена, у пострадавших инвесторов было мало надежд на то, что деньги удастся вернуть. Осындай жүйе Avon, Amway, Oriflame және басқа да компанияларда бар ғой, сонда олар алаяқ па? Бұл жерде мынаны ескеру керек. Пирамидаға ұқсайтын қызмет түрлері бар, бірақ олар заңды түрде жұмыс істейді. Мысалы, жаңағы косметика сататын компаниялар қолдан қолға тауар сату үшін адам тартады. Сыйақы алу үшін жаңа қатысушыларды шақыру деген тұсы желілік маркетинг мен пирамиданың ұқсастығын көрсетеді. Алайда одан айырмасы негізгі пайданы жаңа адамдардың жарнасынан емес, нақты өнімді сату есебінен табады. Видеоны көріп отырып пирамида екенін білем, уақытылы шығып кетем дейтін ақылдылар болады. Бірақ ешқашан олай ойламау керек. Себебі пирамидаға қатысы бар қылмыстық топ мүшесі болып кетуіңіз мүмкін. Сен шақырған адамдар кейін ақшасын қайтара алмай зардап шексе, қаржылық пирамиданы жарнамалады деген қылмыстық кодекстің 217-де 1-ші бабы бойынша арыз жазалады. Кейін 2 жылдан 4 жылға дейін сотталуы мүмкін. Сол үшін пирамида дегеннен аулақ жүру керек. Жеңіл ақша табуға қызықпау керек. Алаяқтардан сақтану үшін осы видеоны көп адамға жіберу керек. Арнаға тіркелу керек.